Сәлеметсіздер оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы халықаралық байланыстардың дамуындағы ұлы жібек жолының рөлі. Кітаптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: ұлы жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме? Сабақтың мақсаты: ұлы жібек жолының бағыттарын анықтайсыздар. Ұлы жібек жолының шығу тарихын талдайсыздар. Ұлы жібек жолының халықаралық байланыстардың дамуындағы орнын сипаттайсыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? 10-13 ғасырдың басындағы Қазақстан аумағындағы саяси процестерді сараладыңыздар. Орта ғасырлық мемлекеттердің тарихымен таныстыңыздар. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, халықаралық байланыстардың дамуындағы ұлы жібек жолының рөліне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Ұлы жібек жолының пайда болу тарихы. Ұлы жібек жолы Қытай мен Еуропа елдерінің арасын байланыстырған сауда жолы. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасында дала жолы іске қосылды. Осы дала жолын Ұлы жібек жолы деп атауды 1877 жылы белгілі неміс географы Фердинанд фон Рихтхофен ұсынды. Бұл атау Қытайда шығарылатын жібек матасына байланысты шыққан. Ұлы жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесіне ұқсас жұмыс істеді. Себебі ол бүкіл Еуропа мен Азия елдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызып, ондағы халықтарды біріктірді. Ұлы жібек жолының бағыттары. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы аудандардан басталады. Ол Ұлы Қытай қорғанының батыс шетінен Іле өзен арқылы Ыстық көлге жетеді. Жол осы арада батысқа және солтүстік-батысқа қарай шығу үшін оңтүстік-солтүстік бағыттар болып тармақталады. Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастағы тарихи маңызы. Жібек жолы халықтар арасындағы сауданың дамуына зор үлесін қосты. Сонымен қатар ол шығыс пен батыс елдерінің арасындағы халықаралық қарым-қатынастың дамуына да өзінің үлкен пайдасын тигізді. Қытай жазба деректеріне қарағанда, жібек жолының халықаралық қарым-қатынас жағынан жандана бастаған кезі біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдың ортасына сәйкес келеді. Қытай императоры Удидің 138 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған елшілігі тек 13 жылдан кейін оралған. Міне осы елшілік оралған кезден бастап, Қазақстан мен Орта Азия жеріне және батыстағы елдерге жібек артқан керуендер шыға бастаған. Бұған керісінше, батыс елдерінен Қытайға қарай елшіліктер шыққан. Сауда жолына байланысты дипломатиялық қарым-қатынасты 568 жылғы түркі қағанаты мен Византия мемлекетінің арасында болған келісімдерден байқауға болады. Ұлы жібек жолының халықаралық мәдениеттің дамуына тигізген әсері. Сауда кезінде жол бойындағы елдер өзара мәдени жағынан да байланысқа түсті. Жібек жолы арқылы жан-жаққа діни ой-пікірлер де таратылды. Жібек жолы буддизммен қоса батыстан шығысқа қарай христиан және ислам діндерінің таралуына себепкер болды. Сатылатын бұйымдар өздерінің өте тамаша, сәнді жасалуы арқылы үлкен сұранысқа ие болды. Осындай бұйымдарды жасауда дүниенің әр түкпірінде өз ісінің шеберлері қалыптасты. Мәселен, археологиялық қазба жұмысы кезінде атақты Византия шеберлерінің қолынан шыққан тамаша күміс құмыралар Тараз қаласынан табылса, Қытай фарфорынан жасалған әдемі ыдыстар Қазақстандағы Талғар, Испиджаб, Отырар сияқты орта ғасырлық қалалардан көптеп табылған. Ұлы жібек жолының халықаралық шаруашылықтың дамуына тигізген әсері. Бұл жол арқылы Орта Азияның асыл тұқымды жылқылары, шығыс елдерден пілдер мен мүйіз тұмсық, арыстан, барыс, аң аулауға, саятшылық құруға қажетті құстар сияқты сирек кездесетін жан-жануарлар сатыла бастады. Бұл жолдың бойымен бақшада өсірілетін мәдени өсімдіктердің түрлері мен тұқымдары көп сатылды. Ұлы жібек жолының ұзындығы 7000 километрден асты. 15 ғасырдан бастап теңіз жолының дамуына байланысты Ұлы жібек жолы өз маңыздылығын жоя бастады. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар.
Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: картаға қарап, Ұлы Жібек жолының негізгі бағыттарын ретімен орналастырыңыздар. Оқушылар, егер бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: Ұлы Жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме? Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың қандай түрлеріне әсер еткенін талдап жазыңыздар. Яғни оқушылар, сіздер көріп тұрсыздар, бос орындар тұр. Яғни жауап жазу керексіздер, керекті сөздерді пайдаланып. Оқушылар, егер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.